Birinchi tengsizlikni qarashtiraylik. Birinchi tengsizlikda bizda 3x artıq x kvadratdan so'ng 16x kvadrat kishi 9dan. Bizde berilgan tengsizlikning ikkovi de kvadrat tengsizlikdir. Ol кезде tengsizlikning oң жағын mіндетті түрде 0-ге keltiremiz. Яғни x kvadrat 9 дегенде de 0-ге keltirmemiz керек. Ол үшін 3x minus x kvadrat artıq 0-ден болады. Келесінде de дәл солай. 16x kvadrat minus 9 кіші 0-ден. Теңсіздік қатан екенін ескереміз. Енді әр теңсіздікті жеке-жеке шығарамыз. Біз білеміз, бірінші теңсіздікте ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарамыз. Берілген теңсіздік толымсыз квадрат теңсіздігі, с коэффициенті жоқ болғандықтан. Сондықтан ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарған бізге тиімді. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады 3 минус x артық 0-ден. Екіншісінде біз білеміз, а квадрат минус v квадратқа келіп тұр. Сондықтан жазып жібереміз 4x минус 3, 4x плюс 3 кіші 0-ден. Әр теңсіздікті 0-ге теңестіріп, сол жағын 0-ге теңестіріп, берілген теңдеудің түбірлерін тауып аламыз. Сонда x көбейтілген 3 минус x тен 0 десеңіз, онда сізде x тен 0, x тен 3 деген екі түбірді аласыз. Дәл солай 4x минус 3 тен 0, жақшаға алмай қойғатта. Сонда x тен 4 тен 3. Келесінде 4x плюс 3 тен 0 дегенде x тен минус 4 тен 3. Біріншісінің түбірлері 0 мен 3, екіншісінің түбірлері 4 тен 3 пен минус 4 тен 3. Әр теңсіздікті сан өсінде белгілейміз. Сонда бізде бірінші теңсіздіктің түбірлері бізде шықты 0 мен 3 теңсіздік қатан, 0 мен 3. Екінші теңсіздіктің түбірлері бізде шықты минус 4 тен 3 пен 4 тен 3. Минус 4 тен 3 деген 0-дің сол жағында, 4 тен 3 деген 0 мен 3-дің арасында. Аралықтарға бөлеміз. Түбірлерін, таңбаларын анықтаймыз. 0 мен 3-дің ортасында 1 бар. Бірді әкелемізде, берілген теңсіздікке қоямыз. X-ның орнына 1 қойсақ, плюс 1 деген. 3 минус 1 плюс. Плюсті плюске көбейтсеңіз, сізде плюс шығады. Онда 0 мен 3-дің 0-дің сол жағы минус, 3-дің оң жағы минус болады. Екінші теңсіздікте 0 деген екеуінің ортасында, минус 4 тен 3 пен 4 тен 3-дің. 0-ді әкелемізде берілген теңсіздікке қоямыз. 0 минус 3 минус 0 плюс 3 плюс. Минусты плюске көбейтесіз, сізде шығады минусты. Онда плюс, минус. Но бізде плюс болады. Енді бізге керек бірінші теңсіздікте артық 0-ден. Онда артық 0-ден бізде плюс аралық қоя. Екінші теңсіздікте бізге керек кіші 0-ден. Кіші 0-ден сонда бізде ол керек минус аралық. Мұнда минус, мұнда бізде плюс аралық керек. Түбірлерін сызамыз. Мұнда бір түбір. Мына жылышып кетті де, жақсы мұнадан сызылу керек. Екіншісі мұны 0-ден, сосын 4-тен 3-тен, 3-тен. Сонда сіздерде қарасаңыз, 0 мен 4-тен 3-ге дейін 0-ден бастайды, 4-тен 3-тен аяқтайды. Мына жерде екеуі де бізде боялған. Сонда жауап жазамыз 0-ден 4-тен 3-ге дейін деп. Теңсіздік қатан, сондықтан 0 мен 4-тен 3 бізде жай жақша болады. Енді екінші есепті қараңыздар. 4x квадрат минус 5x плюс 1 кіші немесе тең 0. Сосын екіншісінде 4x квадрат минус 7x плюс 3 артық немесе тең 0. Яғни бізде толық квадрат теңсіздікті. Жаңағыдай әр теңсіздікті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сонда бізде бірінші теңсіздік шешкен кезде 4x квадрат минус 5x плюс 1 артық кіші немесе тең 0. Дискриминантпен түбірлерін тауып аламыз ғой. Сонда минус 5-тің квадраты плюс минусты. Минус 5-тің квадраты минус 4 көбейтілген 1 тең
Так, 25 азайтам 16, 9 3-тің квадратын береді. Сонда x1, 2 түбірлерін тапсақ, бізде шығады 5 плюс минус 3 бөлінген 2 көбейтілген 4 қоя. Сонда біз аламыз. 5-ке 3 қосамыз 8, бөлеміз 8-ге. Так. Бұлай сіз жіберейік. 5-тен 3 алсақ, неше шығады? 2 шыға ма? 2 көбейтем 4, 8 да. Сонда бізде түбірлеріміз шығады 8-8-ге бөлгенде 1, 8-ден 2-міз, ол бізде 4-тен 1-ді береді. Сонда 2 түбірді алдық. Енді екінші теңсіздікте. Так, басқа цветпен жазайық екінші теңсіздікті. Екінші теңсіздік бізде 4x квадрат минус 7x плюс 3 артық немесе тең 0. Дискриминантпен түбірлерін табайық. Минус 7-нің квадраты азайтам 4 көбейтем 4 көбейтем 3-ті. Сонда бізде шығады 49 азайтылған 48 1-ге тең болады. Сонда x1, 2 түбірлерін тапсақ, бізде шығады 7 плюс минус 1 бөлінген 2 көбейтілген 4. Сонда 7-ге 1 қоссақ 8, 18-ге бөлсек 1 болады. 7-тен 1 алсақ 6, 18-ге бөлсек 4-тен 3 болады. 2-ге қысқарады екеуі де. Сонда сан өсін сызамыз. 2 сан өсін сызамыз бізде. Так. Біріншісі, екіншісі. Бізде екі теңсіздікте де қатаң еместі, сондықтан түбірлер боялады. Так, 4-тен 1 мен 1. Так, екіншісінде 1 мен 4-тен 3-та 1 дегенде міне тұсына бояймыз, саламыз. Так, 4-тен 1-ден үлкен қоя, 4-тен 3 дегеніміз, демек оң жағында болады. Так, 4-тен 3. Аралықтарға бөлеміз. 1 мен 4-тен 1 дегенде 0 сол жағында, я. 0-ді әкеліп, берілген теңсіздікке қоямыз. Мына теңсіздіктің түбірлері қоя. Шатас кетпеу үшін бірден түбір тапқаннан кейін таңбасын анықтап, жауапты жазып қойға болады бірінші теңсіздікке. Так, 0-ді қоямыз. 0, 0 плюс 1. Плюс шықты, я. Сонда бізде минус 8-тен 4-тен 1-ге дейінгі аралығымыз плюс болды. Онда сәйкесінше қалған таңбаларды рет-ретімен қоямыз. Екінші теңсіздіктің түбірлері. Так, 4-тен 3 пен 1 ол. Енді аралық. Так, 0 сол жағында, я. 0-ді әкеліп берілген теңсіздігімізге қоямыз. Сонда 0, 0 плюс 3-ті. Яғни таңбасы бізде болады плюс. Онда келесі минус плюс. Енді бізге керек бірінші теңсіздік бізде кіші деді, кіші немесе тең. Яғни кіші немесе тең дегесін минус аралықты бояймыз. Кез келген терістен 0-ден кіші. Екінші теңсіздікте бізде артық немесе тең 0 деп тұр. Яғни артық немесе тең дегендіктен біз бояймыз плюс аралықты. Кез келген онсан 0-ден артық. Түбірлерін сызамыз. Екеу, үшеу сылады, себебі бір екеуінде де бар ғой. Сонда екеуде боялған аралық бізде 4-тен 1-ден басталып тұр, 4-тен 3-тен аяқталып тұр. Сонда жауапты жазамыз. Теңсіздік қатаң емес, сондықтан тік жақшамен жазылады. 4-тен 1-ден 4-тен 3-ге дейін екеуінде қоса алғанда бірігуі. Мына жерде міне 1-ді екеуі де қабылдап тұр міне. Себебі міне бояп жаздық. Теңсіздік қатаң емес, сондықтан екеуі де 1-ді қабылдайды. Тек қана 1 болғандықтан оны біз фигуралы жақшаға жазамыз. Фигуралы жақшамен жазамыз. Сонда 4-тен 1-ден 4-тен 3-ге дейін екеуінде қосалғанда бірігуі фигуралы жақшада 1-дің өзін ғана қанағаттандырады. Бізде теңсіздік шешкен кезде біз білеміз теңсіздіктің шешімі қандай да бір аралықпен жазылады. Ал егер теңсіздіктің шешімі тек қана бір санды қабылдап тұрса, онда сол санды фигуралы жақшамен жазамыз.